Жобаға жаңа қатысушы келген болатын. Ол кім десеңіз Арыстан. Біреуі білер, біреуі білмес бұрынғы қатысушы болған Арыстан. Сөзі өткір, бұрын үйленіп ажырасқан, жасы 29-да. Талаптары аса қатты жоқ екен. Айтқаны табиғи жағынан сәйкес келетін, бір шайымды құйып берсе болды деді. Қатысушылар болса қартайып кеткені туралы ескере кетті. Қанша дегенмен қай уақыттан бері жүр жобада оң келіп оң кеткен. Пікір көп енді, көрейік не деп жатқанын халықтың. Не істеп жүр бұл бала? Вообще енді келмейм деп еді ғой. Осы Кослайықтың жігіттерінің сөздерінің салмағы жоқтығы осыдан білінеді. Кослайықты келеме жетіп жүр ғой бұл. Келеді кетеді, бір күн бар, бір күн жоқ. Редакция әлі оған келмейді. Айсұлтан дұрыс айтты, той сезоны азайды, жылы жер, жылы тамақ керек. Бұлда бір әйелді асырай алмады ғой. Ұялмай келе береді екен, қатты қартайып кетіпті. Жылман, суман етіп отырады, енді клоун боп. Арыстан постоянно отырса жақсы ғой, жоқ боп кетпей. Сөзге шешен жігіт қой, көңілімізді көтеріп отыратын болды. Қызық емес уже Арыстан, рекламамен күнін көрейін десе активі жоқ. Тамадасы бітті, еше Гуджанмен атсам дегендей келіп тұр ғой, жетіп келіпті, бір екі пікір оқып алып. Ал сіз қалай ойлайсыз?